Сәлеметсіздер ме? Мен Оспанова Жолзай Төлешқызы, биология пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз көмірсулар мен липидтер, олардың қасиеті мен қызметі. Көмірсулар липидтердің қасиеттерін білесіздер. Көмірсулар липидтердің мысалдарын ажырата аласыздар. Көмірсулар липидтердің тірі ағзалардың тіршілігі үшін маңызын сипаттай аласыздар. Көмірсу мен липидтің адам ағзасы үшін маңызы қандай? Дұрыс айтасыз. Көмірсу мен липидтер энергия көзі болып табылады. Көмірсулар барлық тірі ағзада негізгі қуат беретін зат және көміртегінің көзі. Көмірсулар қарапайым және күрделі болып екіге бөлінеді. Қарапайым көмірсуларға моносахарид және дисахарид жатады. Моносахарид өкілі глюкоза. Жасушадағы энергияның ең негізгі көзі. Өсімдік жасушасында да, жануар жасушасында да болады. Фотосинтез барысында түзіледі. Дисахарид өкілі сахароза. Қызылша немесе қант қамысының қанты. Суда жақсы ериді. Атом саны глюкозаға қарағанда көп. Өсімдіктің сүзгілі түтікшесі арқылы мүшелеріне тасымалданады. Күрделі көмірсулар полисахарид. Глюкозаның бірдей молекулаларынан түзіледі. Суда ерімейді. Қоректік қор құрылыс қызметін атқарады. Күрделі көмірсулар крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин, мурейн жатады. Крахмал өсімдіктердегі негізгі қоректік көмірсу. Гликоген адам және жануарлардың негізгі қордағы көмірсуы. Целлюлоза өсімдіктердегі негізгі құрылымдық көмірсу. Хитин жануарлардың негізгі құрылымдық көмірсуы. Мурейн бактерия жасушасының негізгі тірегін құрайтын полимер. Липидтер химиялық құрамы мен құрылымы жөнінде үш топқа бөлінеді. Қарапайым липидтер, күрделі липидтер, стероидтар. Май молекуласы жануарлар және өсімдік жасушаларында болады. Май үш атомды спирт глицериннің бір молекуласынан және май қышқылдарының үш молекуласынан тұрады. Фосфолипидтердің түзілуі. Молекуласында май қышқылдарының бір молекуласын фосфор қышқылының қалдығы алмастыратын күрделі липидтер фосфолипидтер деп аталады. Олар жасуша мембранасының негізін құрайды. Липидтердің қасиеті мен қызметі. Энергияның қордағы көзі. Ыдырағанда нәруыздар мен көмірсуларға қарағанда 2 есе көп энергия бөледі. Суда ерімейді және майды нашар өткізеді. Су және энергия көзі. Балауыз су өткізбейтін қасиетке ие май тәрізді заттар тобы. Олар іс жүзінде суда ерімейді, бірақ полярсыз еріткіштерде ериді. Бейне көрініске назар аударыңыздар. Липидтерге майлар және май тәрізді заттар, липоидтер жатады. Липидтердің молекуласының құрамына С, H, O атомдары кіреді. Құрамындағы элементтердің байланысына және құрылымына қарай липидтер алуан түрлі болып келеді. Барлық липидтерге тән жалпы қасиет олардың молекулаларының полюссіздігінде. Сондықтан липидтер полюссіз сұйықтықтарда, бензинде, эфирде, хлороформда жақсы. Ал суда нашар ериді. Липидтердің гидрофобты қасиет көрсетуінің жасуша тіршілігіндегі маңызы зор. Себебі жасуша мембранасының ортаңғы екі қабаты фосфолипид молекуласынан тұрады. Фосфолипид молекуласы жасушаға сырттан қажетсіз заттарды өткізбейді және сыртқы ортаға жасушадағы заттарды шығармайды. Осының нәтижесінде жасушаның химиялық ортасы тұрақты болып сақталады. Стероидтар химия табиғаты жағынан изопреноидтарға жататын органикалық қосылыстар класының стероид микроағзаларында, өсімдіктерде және жануарларда гормондар немесе тағыда басқа биологиялық реттеуші заттар түрінде кездеседі. Стероидтардың барлық түрі дерлік кристалл заттар, оптикалық активті және органикалық ерітінділерде жақсы ериді. Триглицеридтер органикалық қосылыстар. Негізінен глицерин мен бір негізді май қышқылдарының күрделі эфирлері. Глицерин мен жоғарғы карбон қышқылдарының күрделі эфирлері липидтерге жатады. Табиғи майлар молекуласындағы қаныққан май қышқылдары стеарин, пальмитин, ал қанықпаған май қышқылдары алейн, линол, линолен қышқылдарынан тұрады. Бүгінгі тақырыпты
Қалай игердік? Өзімізді тексеріп көрейік. Бірінші тапсырма. Липидтерге анықтама беріңіз. Екінші тапсырма. Суреттерге назар аударыңыз. А суретінде ақ аю, Б суретінде бал арасы бейнеленген. Липидтердің қандай түрлері айтылғандығын түсіндіріңіз. Жауабы. Липидтер барлық тірі жасушалардың құрамына кіретін және тіршілік процестерінде маңызды рөл атқаратын май тәрізді заттар. Екінші тапсырманың жауабы. Аю тағы басқа жануарлардың тері астындағы жиналатын май қоры қысқы ұйқы кезінде су және энергия көзі болып табылады. Балауыз бал арасы және жабайы ара сияқты жәндіктердің арнайы бездерінде түзіледі. Оны ара ұясын, яғни кәрес салу үшін және дененің қорғаныш жабынын түзу үшін пайдаланады. Оқушылар, бүгінгі тақырыпты қаншалықты меңгердіңіздер? Өздеріңізді тексеріп, қажетті пункттерді белгілеңіздер. Мұғаліммен кері байланыс жасауды ұмытпайық. Сау болыңыздар.